Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Бүгінгі видеомызда біз химиялық қызықты тәжірибе жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше тәжірибемізге көз жүгіртейік. Біз бүгінгі тәжірибемізде жылан реакциясын істеп көреміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: сода, қант, мынадай бос ыдыс және құм салынған ыдыс. Сонымен қатар спирт және сіріңке. Бұл реакция қалай жүзеге асады? Ол үшін біз мына бос ыдысқа бір қасық сода мен бір қасық қантты салып араластырып аламыз. Араластырып болған соң құм салынған ыдысқа спирт құямыз. Және соның үстіне араласқан қоспамызды саламыз. Одан кейін сіріңке мен спиртті жағамыз. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі қызықты тәжірибеде кездескенше.